Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге Америка құрама штаттарына қалай ешқандай экзамен тапсырмай оқуға баруға болатыны туралы айтамын. Мен өзім де Америкада ешқандай экзамен тапсырмай оқудың бірінші жылы оқуға бардым. Және де өзімнің тәжірибеме сүйене отырып, өзімнің бар білгенімді осы видеода айтатын боламын. Жалпы Америкаға ешқандай экзамен тапсырмай барудың бір жолы бұл тіл курсына бару. Яғни сіз ағылшын тілін Америка құрама штаттарында барып оқи аласыз. Бұл тіл курсын сол ағылшын тілді ортада оқудың пайдасы өте зор. Яғни сіз тілді тезірек үйренесіз, және де сол ортада болғандықтан сіздің сөйлеу, тыңдау қабілеттеріңіз артады сол тілде. Мен өзімнің тәжірибеме сүйене отырып айтатын болсам, мен мектепте ағылшын тілін оқыдым, одан кейін университетте оқыдым, ағылшын тілі курстарына оқыдым. Бірақ менде нағыз ағылшын тілін деңгейім көтерілген, өте жоғары деңгейге көтерілген уақыт бұл Америка құрама штаттарына барып, сол жерде оқығаннан кейін менде listening, writing, speaking, grammar, vocabulary, яғни барлық аспектілері өте жоғарыға көтерілген болатын. Ол әрине орта ағылшын тілді болғандықтан сол маған үлкен әсерін берді деп мен толық сеніммен айта аламын. Сол себепті бұл ағылшын тілін үйренудің ең керемет, ең тиімді жолдарының бірі. Ал ағылшын тіл курсына жазылу үшін не істеуіңіз керек, сізден тарапыңыздан қандай талаптар бар, оны осы видео барысында айтатын боламын. Сіздің жасайтын қадамдарыңыз бұл біріншіден әрине бұл тіл курсын табу. Осы жерде сіздер мұқият болыңыздар, себебі сіз тіл үйренуге бара жатқандықтан тіл курстары өте көп, оның ішінде нашары бар, сапасызы бар. Сол себепті соған үлкен мән беріңіз. Сапасы қандай, рейтингі қандай, жалпы оған баруға тұрарлық ба, сіз Қазақстаннан мұхит асып сойға барып оқитындай тіл курсы ма, соны әбден зерттеңіз. Ең жақсысы дегенді таңдаңыз, себебі бұл сәйкесінше сізге де тіліңіздің, ағылшын тіл деңгейіңіздің көтерілуіне өте үлкен зор үлес қосатын осы тіл курстарының бірі. Және де бұлдың екіншіден нюансы бар. Егер де сіз нашар және қысқа уақытқа тіл курсын таңдайтын болсаңыз, онда бұл сіздің визадан да отказ алуыңызға шансы жоғарылайды. Неге? Себебі офицер сіздің тіл курсыңызды қарайды, таңдаған тіл курсыңызды. Оның сапасы қандай, рейтингісі қандай, ол несі қанша уақыт қалып жатсыз, немесе сіз 1-2 айға ғана қалып жатсаңыз, бағасы өте арзан болса, рейтингісі өте төмен болса, онда оларда офицерден мынандай заңды сұрақ туындауы мүмкін. Ол бұдан да жақсы курсты осы Қазақстанда отырып ақ, және де көп ақша жұмсамай-ақ, ол жерге барып келмей-ақ, уақыт жоғалтпай-ақ, осы жерде-ақ үйренуіне оларға мүмкіндік бар. Сондықтан да ол жерге барып, бәлкім бұның ойы басқа шығар, сол жерде қалып қалу шығар ойы деген секілді офицерде сондай ойлар туындауы мүмкін. Сол себепті сізде визадан отказ алуыңыз мүмкін. Сол себепті сіз бұл жерде тіл деңгейіңізбен қатар визадан одобрение алу үшін олардың жақсы тіл курсын таңдауға тырысыңыз. Әрбір тіл курсының өзінің документтер тізімі бар сіздердің тапсыруыңыз қажет. Ол жерде арасында ешқандай экзамендер, ештеңелер жоқ, тек қана сіздің жаңағы жеке куәлігіңіз деген секілді құжаттар. Сонымен қатар сіз өзіңіздің ол тіл курсын төлей алатын жағдайыңыз бар екенін сіз дәлелдеуіңіз керек. Яғни сіздің банк шоттарыңызды сұратуы мүмкін, және де ол тек қана бір ай емес, ол бірнеше айға осы оқуды ақшасын төлей алады деген секілді. Соны сіз қабілетті екен материалдық жағдайдан Америкаға барып, сол тіл курсын бірнеше ай оқуға, еш қиналмай оқуыңызға ешқандай жағдайыңыз бар екенін сіз құжатпен осылай дәлелдеуіңіз керек. Олар сіздің сұратқан құжаттарыңыздың жаңағы жеке куәлік, паспорт және де банк шоттары деген секілді құжаттардың барлығын қарағаннан кейін сізге I-20 деген құжатты жібереді. Бұл өте маңызды құжат, және де I-20-ді қолыңызға алмайынша сіз визаға тапсыра алмайсыз. Яғни сіз оқуға бара жатқандықтан сіз студенттік виза аласыз. Студенттік визаға міндетті түрде I-20 құжаты беріледі. Олар сізге емейлмен немесе почтамен осы I-20 құжатын жіберуі мүмкін тіл курсы. Сол I-20-ді алғаннан кейін барып, сіз визаға жазыласыз, студенттік визаға. Ол жерде студенттік визаға осы I-20-ді міндетті түрде бірге өзіңізбен апарасыз. Одан кейін барып, ол офицер өзі шешеді, сізге беру қажет пе, жоқ па. Және де бұл тек қана тіл курсы ғана емес, сонымен қатар виза беретін офицер де сіздің осы қымбат курсты алатын болсақ, ол курсты төлеуге ол қабілетті ме, соған мән береді. Сіздің жұмысыңыз, сіздің айлық табысыңыз, соның барлығына мән береді. Осыған дайын болыңыз. Мәселен, сіз өте қымбат курсты таңдадыңыз, ол айына мәселен бәлкім $1,000, $1,500, бірақ сіздің жалақыңыз 500 мың теңге болатын болса, онда офицер ойлауы мүмкін, бұл ақшаны қайдан алады? Бәлкім бұл заңсыз сол жерде Америкада жұмыс істемекші ме екен деген сондай ой туындауы мүмкін. Сол себепті сіздің жалақыңыз, сіздің
сіздің айлық табысыңыз, немесе сізге біреу көмектесетін болса, сол көмектесетін спонсорыңыздың жаңағы табысы барлығы, ақша жағынан да барлығы жетіп тұрғанына, барлығы логикалық түрде бір-біріне келіп тұрғанына да үлкен мән беріңіз. Себебі сіз сөзімнің басында айтып өткендей, сіздің курсыңыз қымбат, бірақ сіздің айлық табысыңыз аз болатын болса, онда ол сіздің виза алу негізі шансыңызды төмендетеді. Сол себепті сіз егерде тіл курсына барып, ағылшын тілін үйренемін, ағылшын тілін жетілдіремін, сол ортаға барып тілімді жоғары деңгейге көтергім келеді десеңіз, онда сіз бұл өте үлкен дайындықпен, жақсы дайындықпен келгеніңіз дұрыс. Кез келген курсты таңдап, одан кейін I-20 визаға тапсыра салатын жағдай емес, яғни сіз Америкаға барып оқығыңыз келсе, онда жақсылап дайындалғаныңыз абзал. Ол дайындық әрине сөзімнің басында айтып өткендей жақсы курс таңдау, курспен сіздің табысыңыз сәйкес келу деген секілді сол нюанстардың барлығынан тұрады. Сіз қолыңызға виза алғаннан кейін келесі этап бұл әрине билет сатып алу, ұшақ билетін. Осы жерде мен сізге өте маңызды нәрсені айтқым келіп отыр, осыған үлкен мән беріңіз. Сіздің оқуыңыздың басталатын уақыт бар, сол оқуыңыздың басталатын уақытына бір ай қалғанда ғана сіз елге кіре аласыз Америка құрама штаттарына. Яғни бұл олардың заңдары сондай. Сіз ерте келуіңізге құқығыңыз жоқ. Егер де сіз ерте келетін болсаңыз, сізді қайтадан Қазақстанға қайтарып жіберуі мүмкін. Сол себепті сіз міндетті түрде оқуыңыздың басталуына бір ай қалған кезде билетті сол уақытқа сатып алғаныңыз абзал. Егер де сіз 2-3 ай бұрын келіп адаптация болсын деп сондай оймен сатып алатын болсаңыз, сөзімнің басында айтып өткендей, сізді елге қайтадан қайтарып жіберу мүмкін, немесе допрос болуы мүмкін, неге ерте келдіңіз деген секілді. Себебі сіз заңды бұзып отырсыз. Осыған мұқият болыңыз. Енді менің өзімнің тарапынан сізге мынандай ақыл кеңес айтамын. Америка құрама штаттарына барып, тіл курсын оқу ол екінің біріне бұйыра бермейді. Ол виза жағдайы бар, қаржылық жағдайы бар. Егер де сіз осы визаны да алып, қаржылық жағдайыңызда болып, сол жерге тіл оқуға барсаңыз, мына нәрсеге мән беріңіз. Яғни бұл жерде сіз барлық мүмкіндікті пайдаланып қалуға тырысыңыз. Өзіңізді америкалық ортамен, яғни ағылшын тілді ортамен қоршаған абзал. Сіз тілді Қазақстанда да оқи алуыңыз мүмкін. Сіз қаншама қаржы, уақыт, энергия жұмсамай, сол жерге барғаннан кейін сіз максималды түрде ағылшын тілді ортамен араласып, ағылшын тілді адамдармен сөйлесіп, өзіңізді барлық ағылшын тілін үйрену үшін барлық жағдайды жасауыңыз керек. Егер де әрине Америка құрама штаттарында қазақтар, осы СНГ-ның адамдары өте көп, сол жерлерге тек солармен ғана араласып, тек солармен ғана саяхаттап, тек солармен ғана қыдырып, тек қана солармен тұрып сөйлесетін болсаңыз, онда сіздің бұл ағылшын деңгейіңізді көтермеуіне бірден бір себеп. Сол себепті сіз әрине араласпа демеймін, араласыңыздар, бірақ өзіңіздің америкалық достар табуға тырысыңыз. Және де америкалықтар олар өте мынандай ашық, small talk деген оларда өте жаңағы жиі қолданылады. Small talk дегеніміз, яғни бұл бір-бірімізбен амандасып, қал сұрасып, жалпылама жаңағындай ауа райы деген секілді нелермен сөйлесу. Сондықтан да оларға сіз бір кезекте тұрғанда, немесе бір қоғамдық көлікте бір-екі сөзбен біртіп сөйлесіп көріңіз. Ой, мен сіздің маған футболкаңыз әдемі екен, қайдан алдыңыз, қандай не деген сияқты түсі ашады екен десеңіз, олар да сізбен ары қарай диалогты құрып кетеді. Бұлардың барлығы сіздердің listening, speakingді дамытуыңызға өте керемет мүмкіндік. Сол себепті сіз Америка құрама штаттарына тіл үйренуге барғандықтан ол мүмкіндіктің барлығын пайдаланыңыз. Себебі бұл шынымен де сіз үшін үлкен мүмкіндік. Сіз егерде сол ортаға барғандықтан сіздің жаңағы сөйлейді сізге, жиі ағылшын жаңағы сөздерін естисіз. Дүкенге барған кезде өзіңіздің ойыңызды барлығын ағылшынша тілінде жеткізу деген секілді. Сол себепті бұл осы барлық мүмкіндікті пайдаланып, ағылшын тілінде барлығын өзіңіздің ағылшын тілінде қоршауға тырысыңыз. Менің осы айтпағым осы. Егер осы видео пайдалы деп тапсаңыз, лайк басып, міндетті түрде каналға жазылыңыз. Себебі менің каналымда өте пайдалы ақпараттар өте көп. Оның ішінде ағылшын тілін үйрену, сонымен қатар Америка құрама штаттары, Испания, Италия, Жапония, Оңтүстік Корея, Түркия және тағы да басқа елдерде тегін білім алуға мүмкіндік беретін қандай бағдарламалар бар, және ондай бағдарламаларға қатысу үшін сіздің жасыңыз қаншада болу керек, қандай құжаттар керек, қашан тапсыру керек деген секілді өте маңызды пайдалы ақпаратты үнемі осы каналымда айтамын. Егер де осы тақырып сізге қызық болатын болса, онда міндетті түрде каналға жазылыңыз, және де келесі видеоға қатысты ұсыныстарыңыз болса да, сұрақтарыңыз болса да, онда комментарийға міндетті түрде жазыңыз. Мен оның барлығына қуана жауап беретін боламын. Ал менің келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.